Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендерім, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен орешки печеньесін дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен біз керекті заттарымызды осылай дайындап аламыз. Бізге 2 жұмыртқа, бөлме температурасындағы сары май, ұн, қамыр қосқыш және қант қажет. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасында жұмсақ болып тұрған сары майымызды салып аламыз. Одан кейін үстіне қант саламыз. Қантымызды салып болғаннан кейін мен осындай венчиктің көмегімен араластырдым, немесе миксермен де араластырсаңыздар болады. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Мінекей осындай масса пайда болады. Міне осылай шығады. Енді үстіне жұмыртқамызды бір-бірден салып араластыратын боламыз. Мінекей барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді осының үстіне ұнды саламыз. Ұнымызды дайындап қойған ұнымызды саламыз. Ұнымыздың барлығын салып жібермейміз. Ең алдымен қамыр қосқыштан 1-2 қасық ұнымыздың үстіне салып, кішкене араластырып аламыз. Және ұнымызды ақырындап шетінен салатын боламыз. Ақырындап шетінен ұнымызды салып, соңғы бөлігі қалған кезде қолыңызбен жұмсақ қамыр илеп аламыз. Печенье пісірген кезде 350-400 грамдай ұн кетеді, бірақ барлығын салып жібермей қараймыз. Тестамыз жұмсақ болып шығу керек, қамырымыз. Егерде ұнымыз көп болып кетсе, қамырымыз кішкене қаттырақ болып қалады. Сол үшін ұнды салып жатқан кезде кішкене қараймыз. Кішкене бір 100 грамдай, 200 грамдай ұн артылып қалуы мүмкін. Бірақ мен астына описаниясына 350-400 грамм деп жазып кетемін. Печенье дайындаған кезде ақырындап өздеріңіз қарайсыздар. Міне осылай қолымыздың көмегімен жұмсақ қамырымызды илеп аламыз. Міне қамырымыз дайын болды. Енді осыны ақырындап дөңгелектейміз. Мен осындай таразының көмегімен 8 граммнан өлшеп дөңгелектеп алдым. Өйткені мен қазір печеньені газда пісіретін боламын. Егерде сіздерде қазіргі шығып жатқан тоққа қосылатын форма болса, онда грамын кішкене азырақ қылып салсаңыздар болады. Міне осылай дайындап шықтым. Міне мен осындай формада газда пісіретін боламын. Үйлеріңізде осындай форма болатын болса, 8 граммнан өлшеп пісірсеңіздер, орешкелеріңіз дәл сол формадағыдай болып шығады. Егерде тоққа қосатын қазіргі шығып жатқан орешки печеньесін пісіретін формада пісіретін болсаңыздар, кішкене грамын аздау салуларыңыз қажет болады, себебі оның сыртына көбірек шығып кетеді. Өсті формаға салып жатқан кезде үстінен кішкене басамыз. Сол кезде біздің орешкеміздің формасы тез әдемі болып шығады. Мінекей бетін жабамыз осылай. Кішкене қаттырақ қысып ұстап тұрамыз да, екі жағынан 2-3 минуттан пісіріп аласыздар. Орешкеларымызды және қоңырқай түс болып, әдемі орешки болып шығады. Міндетті түрде үйлеріңізде дәл осылай жасап көріңіздер.
Міне екінші жағын аударып, мұны да 2-3 минуттан пісіріп шығамыз. Біздің орешкеларымыз өте әдемі формада пісіп шығады. Мінекей мен барлық орешкеларымызды пісіріп болдым. Сыртына кішкене шығып кетті, бірақ жұп-жұқа болып шықты және өз формасына келіп әдемі болып пісті. Міне осылай болып пісіп шығады. Енді бұл орешкелардың артық жерлерін алу үшін мен осындай қайшық қолданатын боламын. Пышақпен өте ыңғайсыз, сондықтан мен қайшымен ақырындап әдемілеп формасына келтіріп аламын. Әдемілеп формасына келтіріп, осылай ыңғайлы қайшымен қолданатын болсаңыздар, осылай барлық орешкеларымызды формасына келтіріп дайындап аламыз. Мінекей мен барлығын формасына келтіріп дайындап болдым. Енді ішіне сгущенкасын жағатын боламыз. Осындай банкадағы сгущенканы пайдаландым. Сіздер өз қалауларыңызша қою әртүрлі сгущенка пайдалана берсеңіздер болады. Қандай сгущенка қолдансаңыздар да өте дәмді болып шығады. Мінекей енді ортасына барлық сгущенкаларымызды жағып шығамыз. Барлығының ортасына. Дәл видеодағыдай ішіне сгущенкаларымыздың барлығын жағып аламыз. Және де екеуін осылай бір-біріне біріктіреміз. Мінекей біздің орешки печеньеміз дайын болды. Барлығын ішіне салып дайындап алдық. Мінекей қазір бөліп көрсетемін сіздерге. Орешкеміздің қамыры қатты қалың емес және қатты емес болып шығады. Дәл осы рецептпен сіздер де дайындап көріңіздер. Және де каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.